алыста жүріп, ата жұртты аңсаған қандастар арасында елеулі тұлғалар да, белгісіз батырлар да көп еді. Талайы жеке ел болып, көк байрақ көтерер күнді көр алмай арманда өтті. Солардың сарқытындай Дәлелхан Жаналтай бірнеше елдің талқанын татып, осы қуанышқа жетті. Алда не күтіп тұрғаны белгісіз тағдырында кіндік қаны 1922 жылы Алтайда тамып, Жанымхан қажы шаңырағында тұсауы кесілді. Жас уақытында, балалық шағында әкеміз мені бүтіндей дини жолмен тәрбиеледі. Dini alimler belirledi, alimlerdi şakırdı, ağlığa koydu. Yani Kur'an öğretti, hadis öğretti bakın, din yolun. Demek sorun neticesinde biz ruhani bütünde komünizmle karşı bir yol izledik demek. Bütünde o vakta caz falsaftaki sol talimat boyunca geldik keyin көп ұзамай, яғни 15 жасымда әкем мені хажыға алып барды. Алтайдан біз шығып, осы Алматы арқылы Москва, Адис арқылы Истанбулға, Истанбулдан Мәккеге бардық. Қаруға жүгіну бар да, ақылға жүгіну бар. Дәлелхан жас кезінен халыққа білім беріп, көзін ашу жағын ұстанды. Әрине керек кезінде қорғануды, қолды болып кетпеуді ойластырған. Бірақ қызметте жүргенде ең алдымен қарамағындағы жұртты сауатты ету, білімге баулу басты бағыты болатын. Қырғыз-қазақ ұйымын басқарып тұрғанда аймақтың барлық аудандарында мектептер ашқызған. Оның қызметі халықтың оқу-ағарту істерін ілгері бастыру, оқымай қалған әшедегі ауылдық мектептерді басқару, өкімет тарапынан басқаратын мектептер ол басқа да рәсми. Енді қырда, ауылдарда мектеп жоқ. Sonra жаңада мектеп ашу керек деді. Менің басшылығымда Алтайда 7 аудан бар. 7 бөлімге бөлінеді. Бұндан 72 бастауыш мектеп ашылды. Жаңадан құрылған Алтай үкіметінде Дәлелхан Жаналтай кадр бөлімін басқарды. Аймақ басшыларынан жергілікті билік орындарына дейінгі мамандарды іріктеуге қатысты. Оспан Батыр мен Әлихан Төремен өзінің аттасы Дәлелхан Сүгірбековпен қоян-қолтық жұмыс істеді. Көтеріліс басшыларының билікті алған қайраткерлердің арасында кездесіп жатқан түсінбестіктерге де куә болды. Оспан Батырдың қатындар кеңседе қызмет істемесін деген бұйрығын өзгерткені есте. Тағы бірде сол Оспан Батырдың Кеңес одағының алтын медалінен бас тартқаны есте. Мен моншақ тағатын қатын емеспін, оны ана отырған әйеліме бер депті Батыр орыс консулына. Кашмирге бас сауғалап келген бауырлардың ауыр жағдайын жеңілдету қызметіне кірісті. Өкінішке орай, ішкі Қытай өзгеріске ұшырады. Шан Кайши жеңіліп, Тайваньға тығылды. Мао Цзедун Шыңжаңды қайта бұғауға түсіру қамына кірісті. Оған Кеңес одағы жәрдемдесті. Өйткені екі арада пайда болған мемлекеттің коммунизмге мойын ұрғысы келмеуі Сталинге жақпады. Шыңжаңдағы халықтың тағдыры әдеттегідей сыртта, екі империя арасында шешілген. Үш аймақ коммунистік ноқтаға түсе бастағанда азат қазақтар көшуге бел буды. Кейін әлем тарихына коммунизм атынан қашқан қазақтар деп түсетін ұлы көштің басы осы дейді жазушы Сұлтанәлі Балғабаев. Бұл қазақтар негізінен 30-шы жылдардың аяғы мен 50-шы жылдардың арасында үш үлкен көш болған. Бұл көштің жағдайы бұл әлі күнге дейін толық зерттелген жоқ. Қалипа Алтай сияқты ақсақалдарымыз бірен-саран жазды. Бірақ бұл өте қызықты. Мысалы, мен өзім ойлаймын, бұл кәдімгі ең қазақ халқының кәдімгідей қолына қару алып, жаумен бетпе-бет соғысып
басынан неше түрлі қиыншылықтарды өткізіп жасаған тарихы, көші бұл осы көш. Шыңжаңнан өз ауылдарын бастап шыққан Дәлелхан Жаналтай жұртты Баркөл аймағына жеткізді. Оны бұрыннан қазақтар мекендейтін. Бірақ түпкі мақсат Қытай шекарасынан сатылып шығып кету еді. 1948 жыл еді сол. 9 айдың бірі. Біздің ауыл көшілген. Қайда көшеміз? Осман Батырдың елімен бірге барайық. Ана жақта Шонжу деген жерде. Оған бардық, қосылдық. Одан кеттік. Енді қайтамыз Баркөлге барамыз. Баркөл деген қайсы? Құмыл вилаяты, яғни Құмыл аймағы. Құмыл аймағынан жол бар. Құмыл аймағынан өтіп, дүнген жеріне кіріп, одан Тебетке өтіп кетуге болады. Бұрын 38 жылы бір бөлім қазақ Шыңсы көшіп кеткен болады. Солар көшіп, сол өткеннен өтіп, Тебетке барып, Тебеттен барып, Пакистанға барып, сол Пакистанға барғаннан кейін содан керегісі бар енді. Сол ішімізде бар енді, жол басшы. Қайтып барған, қайтып берген енді. Қазақ боласы атқа мінгеннен кейін батыр шығады ғой енді. Дәлелхан Жаналтайдың басты қызметі коммунизммен күрес болды. Ата мекеннен аулақтан бірақ шығарған лаң коммунизмнен басталған. Сондықтан оның ініне су құю үшін қолдан келгеннің бәрін істеуге бар еді. Бұл орайда пікірі Үндістан өкіметімен ниеттес шығады. Үндістан өкіметі, сіз бізге қызмет істеңіздер сөйтті. Немене қызмет? Коммунистке қарсы адамсыз, коммунистке қарсы не ақылайсыздар соны істейміз біз. Береміз, болады, айлығымызды береміз. Әр қандай қолайлық көстеріміз біз үшін. Оның үшін сіз ладаққа қайта барасыз ладаққа деп сөйтті. Осыны үйтіп отыруға болмайды. Елге келдік айту. Бұлар жан бағып кетеді, ағалай болған беден. Үкімет жардам етіп жатыр, Американың жардамы да келді енді. Олар да Америкалықтар да келіп жатыр енді. Хабар сұрап жатыр. Қайтып шықтың, қайтып келдің деп. Осыдан қайта ладаққа келдім мен. Үкімет қызмет берді маған. Антикоммунист, коммунистке қарсы. Түркияда тыныс тауып, көшіп келген қазақтардың басын бір жерге топтастыра білді. Коммунизмге қарсы күрес үстінде бұған Тайваньнан шақыру келген. Олар бір кездегі қызметін ұмытпапты. Бұл Тайваньның заң шығарушы органында депутат екен. Осы тұста қазақтар ортасынан Халифа Алтай екеуінің беделі зор болды. Депутаттығы бар, білімділігі бар, бірер жыл Тайваньда тұрып, алдағы даму ісіне қанығып қайтқан. Өздері үшін емес, халыққа керек еді. Ол жақсылықтарын қандасы Найман Шәріп былай сипаттайды. Ол кісі бір адамға қылған жақсылығын, бір адамға қылған қызметін міндет қылмайды. Тоғын бір әдеті бар. Мен мынаған істеп қойып едім деп мақтанып, менің арқамда мынандай болып еді демейді. Оғысаған біздің қазақтары сұсақты ектір көп шығып жатыр ғой. Мәселен, Халифа Алтай атаңыз молда. Ол кісіні бұл дәрежеге жеткізуіне себеп болған әуел Алла, екінші сол кісінің арқасы. Тайваньда табысқан Халифа Алтай әріптесінің Кашмирде қалмай Түркияға жетуін жөн көрді. Бұл бар елді аттандырып болып, өзі Анадолыға ең соңынан қозғалды. Осылай ешкімді жұртта қалдырмады. Түгендеп отырса, Алтайда шыққандағы 23 мың адамнан Түркияға 600 адам келіпті. Коммунистік қызыл табан қырғынының кесірі осы. Жаңа ағайын түріктер ортасына орныққан соң, тағы қайраткерлігі көрінді. Өзіне дейін әр жерді сағалаған қазақтарды жинап, ту тігетін бір орда болып отырғандарын жөн көрді. Және соның ұйымдастыру жұмыстарын қолға алды. Түркияға келер келмес, бір жыл соңыра қазақтарға біз әне жерде жалғыз үй отырмайық. Бір ауыл құруымыз керек, береке бірлік құруымыз керек деп, бүгінгі Стамбулда қазақ кент дегенде сол кісінің
Себебінен сол кісінің несіменен бірлесіп бір арада бір ауыл құрдық қазақ кенті. Оның салынуы қазақтар ғана емес, Түркия мемлекеті үшін үлкен оқиға болды. Шеттегі қазақтардың аты картаға түскен жалғыз мекен осы шығар. Оның жерін алу мен құрылысы аяқталуына дейінгіні Дәлелхан Жаналтай іске асырғанын ұрпақтары мақтанышпен айтады. Түркияда қазақтардың көбі өздері аренда дейміз ғой, жалдап үйде отыратын. Біріншіден сол өздерінің бір баспанадар болсын, төрт бұрыш тамдар болсын, бала шағасын асырауға қиналмасын деп, бұл кісі сол жұмысты бастап, ол жерде Түркияда бір қанша күшті мықты бизнесмендермен, құрылыс арасында солармен кездесіп, қазақ кент деген бір орталықты құрған ауыл. Ата жұрттағы халқы оның зор тұлғасы мен терең ойына дүние жүзі қазақтарының бірінші құрылтайында куә болды. Оны ұйымдастыру ортасында болған сол кезде Қазақстан үкімет басшысының орынбасары қызметіндегі Мырзатай Жолдасбеков шеттегі қазақтар арасынан Дәлелхан Жаналтайдың дара тұлға болып көрінгенін айтады. Сондықтан ол құрылтайға шақырылып қоймай, төрінде отырды, мінберінен сөйледі дейді. Бұл өз өмір бой көз ашқалы, ес жиғалы коммунизмге қарсы адам. Дәлелхан Жаналтай деген кісі. Бұл өзі Тайванда парламент мүшесі болған адам. Өте өрелі адам, биік адам. Сарай толы жұрт төрт мемлекеттің дәмін татып, ақыры аталар мекеніне асығып жеткен. Оның азаттығын көзімен көрген Дәлелханның сөзіне қатты толқыды.